Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы кроссовкидің екінші бөлімін тоқитын боламыз. Екі қанаты и тілін тоқитын боламыз екінші бөлімінде. Менің видеоларымнан лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осындай әдемі кроссовкиді тоқып шығу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Міне алдыңғы бөлімінде осындай алды жағын тоқығанбыз. Былайынан санағанда бізде 31 петля болған. Енді біз тілін тоқитын боламыз. Мына жақтағы жібімізді мына бетіне алып келеміз. Тура мынау бірінші петлядан бастаймыз. Іліп алып, мына жағыңызды реттейсіз. Мына жаққа қарай шығармайсыз. Тура мынау алды біткен жердің бірінші петлясына іліп алдым. Одан кейін мына жақта бүйтіп реттестіріп аласыздар. Крючокқа 2 воздушный петля. Крючокқа накитлеміз. Тура қасындағысын тастап, одан кейінгісіне тоқимыз. Ортада бір петля тастаймыз. Полустолбик. Бізде бұл қатарда тілінің бірінші қатарында 29 полустолбик болу керек. Мына жақтан біреу тастадым и бітетін кезде де ортада біреу тастап кетем. Сонда 31-ден екеуін қысқартып тастаймыз. Қысқартып тастағанда тек қана жай тоқымай қалдырып кетеміз. Сол кезде бізде барлығы 29 полустолбик болып шығады. Міне 28-шін тоқыдым. Енді қараңыздар, мына жерде біреуін тастаймын да, ең соңғы 29-шысына крючок тіліп накид шығарып алам. Міне крючокты 3 петля и мына жердегі маркердағыны тоже қосып аламыз осы жерде. Осылайынан полустолбик барлығын бір рет өткіземіз. 29 полустолбик болды. Мына жақтан біреуін басынан біреу тоқығаннан кейін екіншісін тоқымай кеттім. Мына жерде соңғысының алдындағысын тоқымай кеттім. Сонда екеуге қысқарды. Енді ары қарай екінші қатар. Екінші қатарда тағы да қысқарту болады. 2 воздушный. Жұмысымыз кері айналдырамыз енді. Одан кейін міне тура мынау қасындағы петля тұр ғой, мынаны тоқымаймыз. Келесіне полустолбик. Бұл қатарда бізде 26 болу керек. 2, 3, 4, 5. Мына жағына дейін тоқып келеміз. Міне мына жақ бетіне келдім. 25-шін тоқыдым. Крючокқа накитлеп мына ортадан тастаймын да, ең соңғы міне 26-шын осылайынан тоқимын. Ары қарай үшінші қатар тағы да 2 воздушный. Үшінші қатар бізде тағы да қысқарту болады. Мені крючоктан кейінгісін тастаймыз, одан кейінгіде бастап тоқимыз. 2 воздушный көтергенде біреу болып саналады. Бұл қатарда бізде 24 болу керек. Бұл бізде үшінші қатар. Аяғына дейін тоқимыз. Міне 23 тоқыдым. Ең соңғы мына жерде тастайым біреуін, ең соңғысына 24-ші. Қайтадан 2 воздушный. Жұмысымыз кері айналдырып. Енді мына 4-ші қатарда соңғы қатар қысқарту жасаймыз. Барлығы бізде 32 болу керек. 22 болу керек. Міне, ерден біреу тастаймыз, одан кейінгісіне соңғы қысқарту қатарымыз. Ары қарай әр петляға біреуден тоқитын боламыз. 3, 4, мына жағына дейін осылай тоқып келеміз. Міне 21. Мына жерде тастап, ең соңғысына 22. Ары қарай 2 воздушный. Енді осыдан былай қарай 22 петля бойынша тоқып кетеміз. Әр петляға бір полустолбиктен. Міне сіздер басқа размерге тоқып атсаңыздар, өздеріңіз қарайсыздар. Мен мына жерде 31-ді полный былайынан тілі қылып алатын болсам, онда жалпақ болып кетеді тілі. Осылайынан
4 қатар қысқартып алдым, 22-ге келтірдім. Сіздер өздеріңіздің размерлеріңізге қарайсыздар. Мына жерде қанша петля шықты, сізде соған қарайсыздар. Енді тілінің ұзындығы мына жерге келгенге дейін тоқисыздар. Менде бұл 15 қатар екен. Мына кроссовкамда 15 қатар болыпты. Сіздер өздеріңіздің размерлеріңізге қарай мына жерге дейін тілі келу керек ұзындығы. Соға дейін тоқимыз әр петляға біреуден. Менің жағдайымда ол 15 қатар. Қазір 4-еуін тоқыдым. Енді ары қарай 11 қатар тоқуым керек. Міне менің 15 қатарым, бұлай қарайсыздар да, тура мына жерге келу керек. Менде 15 қатар барлығы. Оның 4 қатары қысқарту болды. Қалған қатарларын әр петляға бір полустолбиктен тоқып шықтым. Міне осылайынан. Міне қараңыздар. Мына жерге келіп тоқтайды. Мына жерде міне маркер қадап қойдым. Енді мынау жібімізді мына жаққа қарай алып келіп, мына обвязка жасап шығамыз тілді. Бұлай келтіресіздер и бұлайынан. Столбик без накидамен обвязка әр петляға біреуден мына жерден бастайсыздар. Мына жіптеріңіз тартылып қалмасын. Бұлайынан айналдырып, мына жаққа дейін әкелесіздер. Мына жерден бұлай қарай, мына жақтан бұлай қарай бұрыламыз ғой. Осы жерде мына бұрышында бір петляға екеу, и мына бұрышында тоже бір петляға екеу. Бұрышына келген кезде мына маркердағы жіпті маркердан шығарып, қосып тоқып кетеміз. Мына жерге дейін обвязка жасап шығамыз. Столбик без накидамен. Мына жіптеріңізді бірге тоқисыздар, мына біреуді. Мына бұрышқа келдім. Осы жерге бірінші столбик без накида и тағы да бір столбик без накида. Ары қарай уже әр петляға біреуден тоқимыз. Мындай бұл. Мына жерде тоже осылайынан жасайсыздар. Соңғы петляны столбик без накида. Осылайынан тілін айналдырып тоқып шықтық, обвязкасын жасап. Осындай болды. Енді мынау қанатын тоқимыз. Одан кейін мынаусы. Енді қараңыздар міне. Мына жерде бірінші, екінші, мына қатардағы міне, мына жердегі бірінші, екінші петляға столбик без накида. 1, 2. Одан кейін кері айналдырамыз. Одан кейін екеу тоқыдыңыз, енді біреу. Бір, екі столбик кері айналдырып, мына жерде қарасаңыздар, крючоктан кейін бір петля тұр, осы жерге біреу тоқимыз. Одан кейін бір воздушный көтереміз. Одан келесі мына жақ бетіне. Мына жерде тағы да біреу тоқимыз, тура осы жерге міне. Мына жерге біреу тоқимыз. Одан кейін мына жәніне 1, 2 столбик без накида. Қайттан кері бұрыламыз. Енді бұл жерде бізде екеу. Осы жерде мұқият болу керек. Міне 1 и 2. Мына жерге тоқимыз. Бір воздушный. Жұмысымызды кері бұрамыз. Бесінші қатар.
біреу, екеу. Одан кейін мына жақтан мына жерді тағы да екеу тоқимыз. 1 2. Кері қарай айналдырамыз. Мына жақтан былай қарай айналдырған кезде ешқандай воздушный ілмейміз. 6-шы қатарымыз 3. Қараңыздар. 1 2 3. Осыны іш жағынан тоқыған кезде бір воздушный көтереміз. Сырт жағына ауыстырамыз. 7-ші қатар тағы да 3 бізде. Біреу, екеу, үшеу. Үшеу тоқығаннан кейін сырт жағында, мына жақта қалдырған, қанат жағында қалдырған 19 петляның екеуін тоқып кетеміз. Біреу, екеу. Бұл жерде ешқандай воздушный көтермейміз. Кері қарай айналдырып аламыз. 8-ші қатар 4 тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бір воздушный. 9-ші қатар тағы да 4. 1 2 3 4. Тағы да 2. Мына жақтан 1 2. Кері айналдырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Төртеу, бесеу. Осылайынан тоқып кете бересіздер. Іш жағында бір воздушный, мына жаққа қарай бұрыламыз. Әр петляға біреуден тоқып келіп, 1 2 3 4 5. Сырт жағында 5-еуін тоқып болғаннан кейін, мына жақтан 2 тоқып кетеміз. 1 2. Ешқандай воздушныйсыз былай қарай ауысамыз. Бұл қатарда 6 болады енді бізде. 1 2 2 3 4 5 6. Іш жағында, осы жағында бір воздушный көтереміз. Кері жұмысымызды айналдырып, осылайынан мына жерге дейін тоқып келеміз өз бетімізше. Мына сырт жағынан келгенге тоқып болғаннан кейін 1-2 тоқып аламыз да, кері айналдырып тоқып шығамыз, бір воздушный көтереміз, қайтадан осылайынан жалғастыра береміз. Мынау маркерға дейін. Мынау маркердің жәніне келіп тұр, мынау менде сырт жағына. Енді қараңыздар, маркерде нерде бір ғана петля тұр. Осы бір петляны
шығарып алдым. Столбик без знаки да тоқимыз ғой. И маркердағыны қосып шығарып алам. Біреу, негіз біз екеу тоқуымыз керек. Біреу осы жерден алам, біреуі уже мына жақ бетіне міне. Мына жаққа қарай көтеріледі ғой. Сол жерден міне. Мына бірінші петля, осы. Екінші петлясы болады осы. Енді ары қарай тағы да тура жаңағындай қылып тоқи береміз. Бұл қатарда бізде 10 болады. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Іш жағында тұрмыз. Бір воздушный көтереміз сол үшін. Одан кейін сырт жағынан. Тоже 10 тоқимыз. Сосын кейін мына жақтан 1-2 көтерілеміз жоғары қарай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тоқыдық міне. Енді мына жағына қарай екеу тоқуымыз керек. 1 2 1 и екіншісі. Осылайнан мына жерде біз бұрылатын кезде тоже бір петляға екеу тоқыдық қой. Осы жеріне дейін міне мынау жеріне дейін осылайнан тоқып келеміз. Сырт жағына келгенде екеу көтеріп отырамыз. Қайтадан кері кетеміз. Бір воздушный, қайтадан сырт жағынан екеу көтеріп отырамыз. Осылайнан толықтай тоқып шығамыз. Барлығы менде мына 27-ші қатар. Былайнан 13 тоқыдым. Одан кейін соңғы екеуіне тоқыдым. 1-2 тоқып алдым. Енді бір қатар мына жаққа алып келем. Ең соңғы қатарым 28-ші қатар менде. Сіздерде дәл бұндай қатар шықпауы мүмкін, дәл бұндай санда болмауы мүмкін. Сіздерде размеріңізге қарай басқаша болуы мүмкін. Тоқылу жолын көріп алсаңыздар, ең бастысы сол бойынша тоқисыздар. Ал саны менікімен бірдей болу міндетті емес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Бір воздушный жасап, мына жібімді қиып тастаймын. Осы жерден қиямыз жіпті. Мына жақ бетінде, мына жақ екі жағында сразу күйдіріп аламыз жіптің. Міне қазір мына жері осындай болып тұрады. Сіздер тоққан кезде қорқып жүрмеңіздер, неғып мынандай болып жатыр деп. Міне осындай қисығынан да. Аяққа киген кезде міне мынандай өзінің формасын ұстайтын болады. Әлі тағы да үстінен қатарлар қосылады. Сол кезде өз формасын кәдімгідей ұстап тұрады. Бірінші қанатын тоқыған кезде қатарды да несінде өздеріңіздің размерлеріңіз бойынша санап отырыңыздар. Өйткені мына жақ беті тура осылай болып шығу керек. Саны да қатары да. Тілін осылайнан кіргізіп қояйық, мешайт етпесін. Енді мына жақ бетіні тоқылуы бірдей. Осылайнан тоқимыз.
менде мына жақ бетінде 28 қатар 14 столбик без накида. Енді қараңыздар, мына жақ бетінде біз мына жақ бетінде мына жерден бастадық қой. Енді қараңыздар, іш жағынан бастаймыз. Мына жағында тура бірінші петляны тауып аламыз. Міне мынадан кейін мынау бірінші петля бізде. Крючокты өткізіп, мына қысқа жібіңіз тоқылып кетеді арасына. Бір воздушный, бірінші петля, одан кейін қазір тартып шығарып, бір воздушный, бірінші петляға тоқылды деген сөз. Одан кейін екінші петляға тоқимыз. Біреу, екеу. Екеуден бастаймыз. Біреу, екеу тоқыдық. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Қараңыздар. Енді мына жерде бір, бұл бізде бірінші қатар. Осы бір, екеудің мына жеріне біреу тоқимыз. Бір столбик без накида. Екінші қатар. Енді қараңыздар, осы жерде біз сырт жағында бір воздушный көтереміз. Сырт жағында қайтадан іш жағына қаратамыз. Үшінші қатар тоже бізде біреу, міне мына жерге біреу тоқимыз. Мына жерге бірінші, үшінші қатарлар неңіз, тоқитын жеріңіз көрінбеуі де мүмкін. Крючок та кірмейді да онша. Бірінші, екінші, үшінші қатар бұл. Міне кіргізіп алдым. Бір столбик без накида үшінші қатарда. Одан кейін іш жағын тоқып жатыр ғой. Екі, мына жерде міне мынау екі, мынау қатарда, осы қатардағы екеу тоқимыз. Бір, екі. Кері қарай айналдырамыз. Бұл бізде төртінші қатар. Төртінші қатарда екеу міне. Бір, екі. Бір воздушный. Сырт жағында воздушный көтереміз бұл жерде. Іш жағынан. Бесінші қатар тағда бір, екі. Іш жағында мына жағынан екеу тоққаннан кейін мына жақтан екеу тоқимыз. Бір, екі. Кері айналдырамыз. Алтыншы қатар үшеу, бір, екі, үш. Сырт жақтан бір воздушный көтереміз. Іш жақтан жетінші қатар тағы да үшеу, бір, екі, үш. Одан кейін іш жақта міне бір. Мына қысқа жібіңіз тоқылып кетіп отыр ішінде. Екі. Осындай болып шығып жатыр міне. Енді тура мынау сияқты қылып, осыда қанша қатар, мына жерінде қанша столбик без накида, мына жаққа қарай, мына жерге жеткеннен кейін, мына 19 қалдырдық қой мына жерде, сол 19 біткеннен кейін уже мынау өкше жақтағы мынаған тоқып кетесіздер. Тура мына жақтағыдай тоқисыздар, тек қана мына жақта іш жағына келгенде екеуін тоқисыздар, сырт жағында бір воздушка. Мынада бізде сырт жағында екеу тоқып, іш жағында бір воздушка көтеріп отырғанбыз. Мына жағында сол ғана разница. Так тура осылай мынаны тоқып шығамыз мына жақ бетіне дейін. Мына жерге дейін, то есть.
міне мына жақтағы ең соңғы қатар 28-ші қатар, барлығы менде 14 столбик без накида. Екі жағы бірдей болу керек. Менде 14-ші петля. Енді осы жерге маркер қадаймыз. Осылай қалдырамыз. Мына жерде 25 өкше жағында. Енді біз мынау баулық жағын тоқитын боламыз. Мына жерден осылайнан алып келеміз. Мына жерде жіптеріңіз тартылып қалмасын. Мына жақ бетіне алып келеміз ғой, міне. Қарап аласыздар, мына жіптеріңіз тартылып қалмасын былайынан келген кезде. Мынау бірінші, міне. Мына жерде қарасаңыздар, міне мынау бірінші петляға тоқығанмын. Мына алдыңғы жағындағы, міне, мына жерден. Ол бізде қараңыздар. Мынау алдыңғы қатардың соңғы бірінші петлясы, міне. Мына жіптеріңізді осылайнан алып келгеннен кейін шығарып алып мына жерден бір воздушный. Бізде мына жақтан мына жерге 6 мынандай бау қадайтын болады. 28 болу керек. Мына жақтан 3, мына жақтан 3. Оны қазір тоқу барысында көрсетемін. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтау менде 28 столбик без накида болды мына жақта. Енді соны тоқып шығамыз. Бірінші деп аламыз. Одан кейін екінші, 2, 3, әр петляға 1 столбик без накидадан. 3, 4, 5, 6. Осылайынан мына жерге дейін 28 тоқуымыз керек. 26, 27 и 28, міне соңғы жер. Мына жерге 28. Мына жақта да тоже 28 болу керек. Екеуі бірдей болу керек. Әрі қарай әр петляға біреуден мына жерге дейін тоқимыз. Мына жіптеріңіз арасында тоқылып кетіп отырады. Тура міне мына 28 тоқыдық қой. Енді мына жерде бүйтіп дөңеш болып түсу керек. Сол үшін тағы да 28-дің қатарына тура 28 тоқыған петляға тағы бір петля тоқимыз. Ол уже мына жақтікі болып саналып кетеді. Мына жақта бізде 28. Былай қарай мынау маркерға дейін әр петляға біреуден тоқып келеміз. Столбик без накида. Міне маркердің және келдім. Бір петля шығарып алдым. Енді тағы да маркердағыны қосып алам. Тура осы жерге мына жақ бетіне қарай санап енді 28 тоқимыз. Тура маркер шығарып алған жерге тоқыдық қой. Тағы да сол жерге біреу тоқимыз. Осыдан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге дейін, мына жақтағы алдыңғы, мына жақта алдыңғы. Мына жерге дейін бізде 28 болу керек. Мына жерде қалай бастадық біз?
аяқтағанда тура солай аяқтаймыз. Алдыңғы қатардың соңғы, алдында оқыдық қой, соңғы қатарының бірінші петлясына іліп тоқитын боламыз. Соға дейін 28 болу керек. Мен мына жерде 27 тоқыдым. Енді қараңыздар, мына алдын тоқыған соңғы қатардың бірінші петлясы 28-ші. Осыған осылай тоқимын. Бір петля. Енді осы жерге маркер қадаймын. Енді жібімді қайтадан мына жаққа алып келуіміз керек. Мына жіп тартылып қалмасын. Осы жерде абай болыңыздар. Қатты бос, қатты тартылып қалып жүрмесін. Осылайынан мына жаққа қарай келтіріп аласыздар жіптеріңізді. Бірінші петлядан бастап, міне бағанағы бірінші петлямыз тауып аламыз. Осы жерден бастап тоқимыз қайтадан. Тағы да тура осылай әр петляға біреуден столбик без накида мына жерге дейін тоқып келеміз. Мынау екі жағында 28-ден болу керек. Бұны міндетті түрде санап отырасыздар. Ал мына жақта санаудың қажеті жоқ. Мына жерге дейін. Мына жақ екі жағы бірдей түсу үшін оны санап отырыңыздар. Әр петляға жібіңізді мына жаққа әкеп алғаннан кейін әр петляға біреуден столбик без накида. Міне 28-шіне осылай крючокты өткізіп жұмыс жібіңізді тартып шығарамыз. Мынау маркердағы жіпті бірге қосып тоқимыз. Қайтадан осы жерге маркер қадаймыз. Екі рет жүргіздік. Енді үшіншісінде біз мынандай баулыққа тесіктер жасайтын боламыз. Тағы да мына жібімізбен былай қарай келіп аламыз, жаңағындай тура мына жақ бетіне. Мына жаққа алып келіп, бірінші петлямызға крючокты өткізіп, жібімізді шығарамыз. Мына жақтың бәрін осылай келтіріп аласыздар, тартылып қалмайтындай. Енді бір воздушный. Тағы да қатарына біреу, екеу. Воздушный мен үшеу болды. Тоққаннан кейін 1, 2, 3 воздушный. 1, 2, мына жерден міне 1, 2 петля тастап үшіншісіне столбик без накида біреу и екеу екінші қатарына. 3 воздушный қайтадан 1, 2, 3. 1, 2 тастап үшінші, төртіншіге столбик без накида. Біреу, екеу. 3 воздушный, 1, 2, 3. Біреу, екеу тастап үшінші, төртіншіге столбик без накида біреуден. 3 воздушный, 1, 2, 3. Біреу, екеу тастап үшінші, төртіншіге столбик без накида. 1, 2, 3 воздушный. 1, 2 тастап үшінші, төртіншіге столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 соңғы алтыншысын істейміз. 1, 2, 3 воздушный. 1, 2 тастап 3, үшіншісіне, төртіншісіне и бесіншісіне столбик без накида. Бастаған кезде үшеу тоқимыз. 3 воздушный, екеу тастап 1, 2 столбик, 3 воздушный, екеу тастап 1, 2 столбик без накида. Осылайынан келіп, ең соңғыда
1 2 3 столбик без накида. Әрі қарай мына жақ бетіне қарай кететін сандар, бұларды санамай қоямыз. Мына жерге дейін тоқимыз да, мына жақ бетінде тоже қазір тоқу барысында көрсетемін. Тағы да осылайынан мындай 6 тастап кететін боламыз. 6 баулық қалдыратын боламыз. Арғы бетінде де. Пока мына жерге дейін өз беттеріңізше тоқып келіңіздер. Осы жерге келгенде міне менде екінші матоктың, екінші матоктың жібі бітті. Менде енді 1-2-3 қатар ғана қалды. Осылай екінші матогымыз бітіп қалады. Үшінші матоктан сәл ғана аламыз. Енді мына жерде үшінші матокты қосамыз қазір. Бір-бірінен байламай, осылай қосқан ыңғайлына екеуін тоқып кетеміз арасына. Столбик без накида. Үш маток толықтай кетпейді, но 2 маток жетпейді. Поэтому осындай кроссовки тоқитын болсаңыздар, 3 маток ала беріңіздер. Үшінші матоктан кәдімгідей артылады. Макаси тоқып тастайсыздар, тағы 1 маток алып. Макасида 2 матоктан жіп артылады. Осылайынан мына жерге дейін келеміз, ары қарай бау жасаймыз. Міне, мына жерде менде барлығы 28 петля бар. Енді оның үшеуін қазір бірінші тоқып аламыз. Әр петляға біреуден 3 столбик без накида. 1 2 3 3 воздушный, 1 2 3. Ортада 1-2 тастап, 3-4-ге столбик без накида тоқимыз міне. 1-2 тастаймыз. 3-4-ге 3 воздушный, 1 2 3. Тура жаңа мына жақ бетіндегідей тоқып шығамыз. Міне, біріншісін уже жасадық, бірінші рет. Ары қарай 1-2 тастаймыз. 1 2 3 воздушный, 1 2 3. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Ең соңында 1 2 3 столбик без накида болу керек. Міне 1 2 3 4 5 6 бау салатын. Одан кейін 1 столбик без накида, екінші, ең соңғы үшінші. Маркер тағыны қосып тоқимыз. Мына жерге тағы да маркер қадап кетеміз. Енді мына жіпті осылайынан әкеп, мына өкше жағына келесіздер. Өкше жағын санап аласыздар. Тура ортасынан 9 петляны алып аласыздар. Қазір есептеп өзімдікін. Менде өкше жақта 25 петля болған, е. Сол 25-тен 9-ды аламыз. 16 қалады. 16-ны 2-ге бөлгенде 8-8-ден 2 жағына 8-8-ден қалдырамыз. Тура ортасына 9 тоқимыз. Мына жерге әкеп белгілеп қойдым. Жібіңізді осы жаққа қарай алып келесіз. Осы жерден тартып шығарам. Мына жағын реттестіріп алам. Тартылып, бос болып қалмас үшін.
осы жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерге маркер қадаймын қазір. Тоғыз тоқып алғаннан кейін осылай маркер қатайсыздар. Енді мына тоқып атқан жібіңізді мына жаққа қарай алып келесіз. Жаңа 9 тоқыңыз ғой, бірінші бастағаннан кейін 1, 2, 3 петля, үшіншісіне крючокты өткізіп, тағы да столбик без накида екінші қатар. 1, 2, 3, 3, и мынау 9 алдыңғы қатардағы 9-ын тоқимыз. 1, 2, маркерға дейін. Маркердағы өткізіп, и маркердағыны бірге тоқимыз. Енді былай қарай тағы да 3 петля тоқып кетеміз. 1, 2, и үшіншісі. Қайтадан маркер қадаймыз. Тура тағы да осындай бір қатар мына жаққа қарай жібіңізді алып келесіз да. Мына жақтан 3, 1, 2, 3, үшіншісіне крючокты өткізіп, қайтадан маркерға дейін тоқисыз. Маркердан іліп алып, маркердан кейін тағы да былай 3 петля тоқып шығасыз. 2, 3. Мына жерге қайтадан маркер қойып кетеміз. Өкше жағынан 3 қатар тоқыдым, мынандай. Енді соңғы қатарымыз, мынау жібімізді мына жағына алып келеміз, бас жағына қарай. Бірінші петляға өткізіп, жібіңізді тартып шығарып, бір воздушный. Тағы да бір столбик без накида. Енді міне қараңыздар, баулықтың 3 воздушный тоқыдық қой. Ерде. Осының үшін 3 столбикпен толтырамыз. Енді қараңыздар, алдында бірге тоқылып кеткен жібі, бөлек жібі. Осыны жоғары көтеріп тоқимыз. Міне астында қалып кетсе, кейін ілініп жүреді. Бұлай көтеріп тоқисыздар обвязкасын. 1, 2, 3. Ортада 2 столбик без накида болды. Осы жерге 1. Қайтадан міне қараңыздар, воздушныйларыңыз, и ортадан андай бір жіп тұр. Ол жаңағы қатарымызбен бейтіп ілініп кеткен жіп қой, сияқты. Осыны жоғарыға көтеріп, воздушныймен бірге столбик без накида. 1, 2, 3.
ортадағы біреу, үшеу. Осылайынан айналдырап, мына жақтан мына жерде маркерді қосып алып кетесіздер, маркердағы жіпті былайынан алып кеп, осы жерге дейін айналдыра тоқып келеміз. Мына 3 воздушныйға 3 столбик без накида. Қалғандарға әр петляға біреуден. Біреу, екеу, үшеу. Мына ортада екеу тоқыды қой, 2 столбик без накида. Осы жерге 1 столбик без накида. Ал мына жақтарда әр петляға біреуден. Осылайынан толық айналдырып тоқып шығамыз. Бұл бізде кроссовкамыздың соңғы қатары. Міне, мына жерге келіп аяқтадым. Жібімді қиып алып, оны күйдірдім. Енді мына жіпті жақсылап жасырасыздар. Әр петляға өткізіп, осылайынан. Одан кейін бауын тағасыздар, болды. Сонымен кроссовкамыз дайын осындай. Қазір бауын тағып, жібін жасырып көрсететін болам. Міне осындай әдемі кроссовкамыз тоқылып шықты. Егер сіздер де тоқып жатсаңыздар, менің инстаграмыма дайректке бөлсеңіздер болады, өз жұмыстарыңызды сторизға салып көрсететін боламын. Видеолар ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.